саламатсың қазақ. Менің қазаққа қазақы ой айтсаң жағаң жыртат деген ролигімнің астына Арман Қанат деген азаматтан мынандай комментарий түсіпті. Тәңіршілік туралы дәріптегені өте керемет, жақсы. Бірақ қаз қапай ақ келетка деп оттап кетіпті. Келетка қазу ұлтымыздың есімі депті. Мен неге ақ деген сөзді келетка деп аудардым. Бұған дейін, мағанға дейін қазақ сөзін зерттемеген адам жоқ. Әркім өздерінің әлдері келгенше заманына байланысты зерттеп, қазақ деген ол аққа сияқты ұшқан, қазақ деген еркіндік, бостандық, еркіндікті білген халық деп, атқа мінгенде шаба берген дүркіретіп әлемді. Соныменен қазақ сөзінің құпиясы доғарылатында ары қарай ақиқатқа алып бармайды. Мен де ойландым қазақтың бір азамат ретінде. Көп ойландым. Заман өзгерген, ғылым өзгерген. Бұрынғы заман жоқ. Микроскоптың шыққан заманы, микроскоптың түр-түрінің шыққан заманы. Әлем клетканы қаза бастады. Адамзат баласы клетканы баяғыдан қаза бастаған. Соның арқасында ұрпақ көрген. Ата алған аналық ұрық бар екенін білген. Айналасындағы жануар да олсыз өмірге ұрпағын жалғастыра алмайтынын білген. Айналасындағы тұрған табиғаттың да белгілі бір заттан тұратынын білген. Әлдерінің келгенінше зерделеген. Бірақ ақиқат ешқашанда белгілі бір түсініктен ары қарай алып бармаған. Сондықтан мен көп жылдар ойландым. Соны ойладым, осы ақ деген сөз қазақта көп. Көп деген сөз ақтан басталады, көп деген сөз ақпен аяқталады. Аруақ, әруақ, топырақ, жұмақ, тозақ, тамақ, құлақ, құрсақ, қазақ, ақ бата, ақ тілек, ақ ниет, барлық ақ деген сөзге келіп тіреліп тұрады да, оның үстіне аққа Құдай жақ дейді. Толып атқан ақтар. Бұл не деген ақ, қаттап кеткен ақ. Әрине бұл сөз жалғастыра беруге болады. Соны ойладым. Бұл әлем өзі неден тұрады? Қазіргі ғылымның жеткен өлшемінен қарасам, әлем клеткадан тұрады. Сосын ойладым. Қазақ бұны клетка туралы біле қоймас, бірақ осы ақ деген сөзді клетка деп аударсам қалай болар екен деп зерделедім. Сол уақытта мен айттым, қаз дегені мүмкін ақ қаз емес шығар. Қаз дегенің қапай деген сөз шығар. Ақ дегені клетка деген сөз шығар. Сонда қапай клетка болады. Әлемдегі кез келген ұлт ақты қазып жатыр. Клетканы құрметтеп отыр. Клеткадан тұрмайтын әлем жоқ. Ал қазақтың сөзі ақ деген сөзге тіреліп тұр. Қазаққа қазақ айтса сенбейді. Қазаққа біреулер айтса сенеді. Яғни қазаққа біреулердің айтқанынан гөрі ғылымның айтқаны жөн ба деп есептедім. Сондықтан ақты клетка деп аудардым. Енді осындай сөздің ішкі мән мағынасын, себебі мен салдарын ашатын мына философия ғылымында герменевтика деген әдіс бар. Сол герменевтиканың ішінде палиндром деген әдіс бар. Жаңағы герменевтика сөздің мәні мен мағынасын, себебі мен салдарын ашатын болса, сөздің астында қалып қалған құпия бар ма екен деп палиндром деген әдіс бар. Сөзді артқа қарай орап оқу. Ал қазақтың дүниетанымына ұлы түсінік бар. Сөзді қадап айтты, сөзді безеп айтты, сөзді орап айтты деген. Қазақтың дүниетанымында сөзді сара дейді. Сөздің сарасы бар дейді. Ал сөздің сарасы бар болса, сөзді саралау амалы бар дейді. Яғни ғылым тілмен айтсақ, герменевтика амалы бар дейді. Сол уақытта біздің тәңірлік дүниетанымымыз бен ислам дүниетанымында ортасын ажыратып алады екенбіз. Олар тораптан жаралған дейтін болатын болса, біз топырақтан жаралған. Ислам айтады, адам тораптан жаралған дейді. Христиан діні айтады, почвадан жаралған дейді. Қазақтың тәңірлік дүниетанымындағы көзқарасы, адам топыр ақтан жаралған дейді. Топыр дегенің многочисленный, ақ дегенің клетка. Орап айтатын болсаң, қарып, от деген сөз шығады. Қарып дегенің жжённый, согретый, от дегенің огонь. Адам топырақтан жаралған, қарып, от деген сөзді қазаққа қазақ айтса сенбейтін болғандықтан орыстың тіліне салатын болсаң, человек создан из многочисленной клетки, жжённый, согретый огнем дейді. Ал менің денемде жан бар. 36 градус температура бар. 300 триллион клеткаға қызу беріп тұрған, жылытып тұрған. Сонда біздің аққа Құдай жақ деген сөзіміз, аққа в клетке, Бог зажги огонь деген сөз шығады. Оны ғылымда химиялық элементтерден тұратын АТФ дейді. Олардың
жаһанам деп отырған біз тоз ақ дейміз. Тоз дегенің осы тарап ше, ақ дегенің клетка. Сол тозақ дегенді артқа қарай орап айтсаң, қаз от деген шығады. Қапай огня деген шығады. Адам құлдыраса, тозып қалған ақтың ішіне түседі. О жерде температураға күйесің деп отыр. Ал олардың жаһанамында отқа күйесің. Қай жерден алынған, кімнен алынған? Ал енді қазақта олардың жәннат деген сөзінің баламасы бар. Жұм, ақ деген. Жұм деген сворачивайся деген, ақ деген клетка. Сворачивайся клетка дейді. Егер сен ғажап болатын болсаң, сенің бүткілі ақпараттар әлемің бір жерге жинақталады дейді, тап-таза болып дейді. Ал қазақта аруақ деген бар. Ару деген красавица, ақ деген клетка. Артқа қарай бассаң қаура. Егер өмірден озған адамның тірі кездегі әруақ сыртқа шыққаннан кейін ұмытып кететін болсаң, аруақ қаурақ болады дейді. Әру ақ деген сөз бар. Әру деген тігу деген сөз. Шит деген сөз. Ақ дегенің клетка. Яғни аруақ жұмысқа кіріскенде адамның болмысында тұрған ақпараттар әлемін тігеді, көмкереді, қасиетін көтереді. Аруақтанып қара, қылды, қақ жаратын әділдік болмысында қасиет болып пайда болады. Біз де сөзімізді, батамызды, ұлы баталарымыз, тілектерімізді, ниеттерімізді ал ақ, ақ бар деп аяқтағанбыз. Ал дегенің возьми, ақ дегенің клетка. Ақ бар дегеніміз, ақ дегенің клетка, бар дегенің ес. Возьми клетку, клетка ес деп айтқанбыз. Оны біздің даламыздан өткен барлық саудагерлер естіген. Ал біреулердің көсемдері естіген. Тыңдап ал. Қаз ақ, ал ақ бар деген сөз кімнің сөзі екенін бүгіннен бастап біл. Ақ бата. Бата дегенді артқа оқысаң атап дейді. Не үшін беріп тұрғаныңды орынды-орнына қойып атап отырып беруің керек. Ей, бәленбай, мен саған деп атын атап бата беруің керек. Ұлағат сөздердің құрылымын тізіп отырып, клеткалардың атынан өзің сүруің керек. Саған батаны Құдайдың атынан бер деген жоқ қой. Батаны саған өзіңе бер деді. Яғни сен егер адам болатын болсаң, онда адам екеніңді көрсет. Адам деген сөз қадалып айтылған сөз, артқа қарай оралып айтылмайды. Адамның құлдырауының келесі сатысын кісі дейді. Қазақ адамдықтан кеткенді кісі дейді. Кейде айтамыз, адам туралы әңгіме айтып атқан кезде ол кісі еді дейміз. Кісілікті кісі еді дейміз. Ал кісі деген сөзді орап айтатын болатын болсаң, ісік деген сөз шығады. Ақ деген сөзді мен клетка деп аударған кезде қазақ дүниетаным басқа жаққа қарай бет бұрды. Яғни клетканы қазу бір ғана қазақ ұлтына тиесілі емес, күл әлемге тиесілі болғандықтан менің ұлтымның есімі ұлағатты есім болып тұр. Құдайдың өзі берген есім болып тұр. Қазақ ұлты ғана қазып жатқан жоқ. Бүкіл әлем қазып жатыр. Сондықтан қазақ деген сөз менің ұлтыма ғана тиесілі емес, сенің ұлтыңа ғана тиесілі емес. Қазақ деген ол Құдайдың берген бұйрығы. Мүмкін бүкіл адамзат баласына берді, қазыңдар ақты деп. Қазақтың ғана санасында қалып қалды. Қазуымыз керек деп. Оның заңдылығын біліп отырып, шежіре жасап, шежірені екіге бөліп, үрімбұтақ Ататек шежіресіне бөліп, 7 ата аралатып, ру аралатып, 100 аралатып, баба Тұғиян аралатып отырып, қыз алып, қыз берісіп, ұлы ұрпақ туға тырысқан. Бұндай заңдылық қайдан келген? Егер ақтың құпиясын білмесе, сенің туып атқан ұрпағың аққа байланысты екенін білмесе, қазақ ондай заңдылықты қайдан жасаған? 300 десең шошып кетеміз. Елдердің атын руымен ауыстырып қойдық. Түсіндіріп кетейін осы жерде. Жүздер рулар мен аталардан тұрады. Ал ана тұрған ел, 20 ел, ол тұрақты. Албан, Суан, Дулат, Жалайыр, Қыпшақ, Сарүйсін, Найман, Арғын, Қоңырат, Әлімұлы, Байыл, Жетіру деген ол елдер. Осы елдер жүздердің ділдендіру арқылы барып, қазақ деген ұлт пайда болады. Сол ұлттың есімін біз қаз ақ қойғамыз. Алаш деген сөз. Тыңдап ал, ол біздің амалдымыздың аты. Алаш дегенді орап айтатын болсаң, шала деген сөз шығады. Ал дейді, аш дейді, возьми, открывай дейді. Егер аша алмасаң дейді, ақтың ішіндегі құпияларды аша алмасаң, олардың саған берген қасиеттерін аша алмасаң, шала боласың дейді. Міне, қазақтың ақ деген сөзін клетка деп аударған кезде ғылыменді кіріп атқан клеткалар әлемінің құпиясы қазақ дүниетанымына сәйкес болып шыға келеді. Сондықтан Арман Қанат, қазақтың білген білімі 8 кластың біліміндей ақ деш, бірақ адам таңғалатын, адамзат баласы таңғалатын ұлы ілім, ғылымға сәйкес ілім.
Менде айып жоқ. Мен ешқашан сен ойламаған, бұғынға дейін туған қазақтың бір ойламаған затты қазақ білмесе де білді деп мен айттым. Ақ дегенін клетка деп айтып отырмын. Ол Оттовайдың сөзі емес. Неге десең, қазақ дүниетанымының ақиқатын іздеу үшін, ақиқатты өз орнына қою үшін мен клетка деп аудардым. Сондықтан, Арман, ана Оттовай деген сөзіңді көп айта берме. От деген ол от. Қазақ Оттовай болып көрген жоқ. Қазақ ақ деп айтқан, ұлтының есімін Құдай айтқаннан кейін ұмытпай қазақ деп қойған, ғасырларды ғасырға соғып өскінге дейін келе жатыр. Қазақтың аталық ұрығын, аналық ұрығын Құдайдан басқа ешкім жасауы мүмкін емес. Түрікте, Монғолда, кез келген басқа ұлтта жасай алмайды. Керек болса қолдарына ұлы кітапты алып кеп, мен сендерді қайтадан жасау құқығына ие болдым десе де, қазақтың аталық аналық ұрығын жасай алмайды. Мораль айтып, ешқандай заттың орнын көрсетпей сөйлейтін кітаптарын көрсетіп, миын шірітуі мүмкін. Сондықтан айтарым былай: қазақ ақты қас. Ол ұрпақ туамын десең, ақты қас. Ақтың ішкі құрылымын түгел біл. Ол сенің генезисің, ол сенің происхождениең, ол сенің шежірең. Ақтың ішкі құрылымын қас. Сол уақытта соның ішінен аналық пен аталық қосылады да, ұлы баланы суырып алып шығады. Оған дейін осылай маңқылдап отырған. Біреуіміз Оттовай деп, біреуіміз Оттовай емес қазақ деп отырғанымыз отырған. Сондықтан ақырын сөйле. Ана Абрам Пампиловға да айтарым солай: қалай ақ деген сөзді клетка қылып аударыңыз, натяжка бар сияқты дейді. Жұмсақ сөз. Натяжка жоқ. Натяжка болу мүмкін емес. Неге десең, ақты клетка деп аударған соң, оның ішіне кіре білу керек екен. Ақиқатты қопарып аша білу керек екен. Қазақ оны ешқашан білмесе де, қазақтың дүниетанымын ұлыққа көтерем десең, онда өрге сүйре. Ал өрге сүйреу, өрге жүру өте қиын жол. Төменге қарай зымырайсың, өрге қарай еңбектейсің. Мен еңбектеп келетқандарданмын. Қазақ дүниетанымы менімен бірге өрге қарай еңбектеп келе жатқандардан. Жоғары жақта саған тас атып, басқа әлемнің дүниетанымы тұр. Әрі еңбектеп өрге көтерілуің керек, әрі жоғарыдан атылған оққа жауап беруің керек. Оны қағыз беруің керек. Сондықтан қазақтың ақ жолына түсейік. Әзірге сау бол. Талдау енді басталды.